Екі ортадан бір тепкеніз? Кім? Лампочкам жарылып. Қайсыздар Алтай танысық жалғастырды деп ойлайсың ба? Не үшін? Қыз кешірсінші, бірақ қызым ауыр, сондай мінезі ауыр да, Алтайға келмейді. Бірақ мінезі ауыр, бірақ ол мінезі көрсетіп жатқан жоқ. Потом көрсет. Біз секілді сразу көрсету керек қой мінезін. Шақ-боқ. Мен де кейін сразу сұрақ қойдым, мінезі қаншалық. Бекер қоймадым. Сізде мінезіңіз тік дейді көбісі. Мен бірақ сразу айта саламын ғой, мен түрінен көрініп тұрады, мен сөзімнен көрініп тұрады. Мінезі тік жайдарлады, тік емес. Иә, тік-тік, ал кісінікі тік-тік. Балып бітпейді дедім тұрасы. Балықбай кентінде тұрғанмын, қазір біз Талдықорған қаласына көшіп кеткенбіз. Ертең Алтай қумай қайдағыны айтып қойшы, не әңгіме ба? Алтай аға, сен алам дей ма? Махаббат жек көруден басталады дейді. Ауылыма келген оттап алып, енді кеп андақ сөзім вообще не умес. Жора бүгінгі образыңыз күшті болып тұр шынымен де. Аты қандай бұл образдың? Баяғыда нені? Бір нелердің сырттарында қыздар тұрады ғой. Автомойканың ба? Автомойканы? Автомойка сен айтайын десем ұят болып отыр. Жарайды. Капойский қыздар. Енді бір атқа мініп бір принц келеді деп ойлаймын, осыны алып кетеді. Болды. Алла қаласа келсін. Қоңыр принц. Қоңыр. Анау не? Нормаль? Не ғой, сиски жауып тұрады ғой. Екеулердің кожанкалары бірдей ма? Қаш, жапшы ананы. Мұсада түйме бар екен. Мұса мына жерінде екі түйме бар екен, сенде жоқ. Жүрек құрғыр. Аяқтама. Бағдарламада отырып, басқа қатысуға ғашық болған қаншалықты дұрыс? Мариям? Сұрап жатырмын ба, Алтай аға ақ жарқынға сезім білдіртіп жатыр. Қалай ойлайсың? Бәрімізде болғанбыз, қалжырайды. Сіз болғансыз, особенно. Жарайды. Қатысушыларға сезімі ашылмаған жандардан сұрайық. Олай емес. Иә. Айта беріңіз. Дұрыс па ол, осы жерде отырып мысалы? Еркектігін істеп, барып мойындап, қыз айтып көру керек. Енді... Кешіріңдер, мен байқамай қаптым. Мен есіме шығып кетті. Жоқ, енді қызсың, ол махаббат деген айтып келмейді ғой, енді осы жерде отырып бір-бірін ұнатып қалса не істейсің, амал жоқ. Жоқ, дұрыс емес. Соны жаңағы... Бүгінгі күннің хедлайнері бүгінгі күннің. Жалпы бұндай нәрсе маған ұнамайды, шынымен де қатысушылар бір-бірінің сезімдері ашылған. Дұрыс емес. Қайран үміткерлер деймін, қалай көріп отыр. Мыналар бір-бірімен қосылып тынады ғой, ең соңында не бар деп келмей қоюы да мүмкін да. Сондықтан бұндай нәрсе шықпау керек деп ойлаймын. Үміткер болып келіп өлең айтып кетпей ме, хотя бы екі өлең? Жай келіп кетсесі сен. Жай келіп кеткен болмайды. Жоқ, уақыт кетіріп. Маған келді ғой екеуі. Түсініспеушілік орын алып жатыр. Өкінішке орай Алтай мырзамыз жарқынға бір сезім білдірткендей болды. Бұл шын ба, өтірік пе? Ол кісі не демейді дегендей ғой. Негізі Алтайға бет алды сөйлей беретін бар ғой. Не отыр өзі Алтайға не істеп отыр? Түсініксіз болып кетті ғой. Істегенде үміткер көңілінен шықпаған шығар, сезім болмаған шығар. Соны дұрыс түсінбей жатыр. Бірақ мен жеке маған бүйтіп айтқан. Мына қыздың көңіл күйі жоқ, барып көңіл күйін өтіріктен алдайын деп айтты. Айтқан кездегі солай бір бет алды айтылған әңгіме деп ойлаймын. 100%-ға сендімін. Алтай ағаның сезімі жоқ ақ жақында. Маған ше, бірақ мен мына кішкене басқаша айтып отыр. Қыз ба? Жоқ, Алтайкен. Алтайкен. Қыздарға ше. Алтай ағамыз не істеп отыр өзі? Алтайкен, енді бумеранг қой өмір. Біз біреуге көмді, өзі көміліп жатыр, өмір алма кезек. Шығарып ала алмаймын. Жаман көңіл. Сөзін сөйлегім келгенде бір жағын. Қылмай отыр. Демек бірдеңе бар, сондықтан танысып тоқтатып тұр. Бетін жауып отырып ішінде. Осының бәрі шын болатын болса, онда шанс жоқ вообще. Менің ойымша Алтай ағаның бір тағы қателігі, үлкен қателік. Неге қазір айтпасқа? Өзі айтып тұр ғой, сезімім жоқ деп. Қазір ешқайсысына сезімім жоқ, мен таныстырып жалғастырамын деп. Алтайке, сіз үшін бүгін ең ауыр күн болайын деп тұр. Иә,
ауыр күнде ойламаймын. Әр қазақтың бір қызының табиғаты болады, өзінің қасиеті болады. Керемет. Соны айтамын. Бар нәрсені айтамын. Онда әрбір қызда бір керемет бар. орнында сен болсаң бұл мәселені қалай шешуші едің? Ауыр сұрақ білмеймін. Мен жаңа қойып көрдім өз-өзімді ше. Қиын екен. Өте қиын, өте ауыр. Қасиеті болады, оны айтпасқа қалай. Жаман нәрсесі оны айтамын, жақсы нәрсесі оны айтамын. Одағы жаңа үміткер келді. Қандай үміткер келді деп ойлайсың? Қашайық, көрейік. Оны уақыт көрсететін. Мен болжаған жек көремін. Молодец. Молодецсің ғой сен, Мұса. Алтай ағаның орнында сен болсаң не істеуші едің? Мен білмеймін, өзім делегісіне тұрмаймын Алтай ағаның. Себебі расында және айтқан ойымнан пікірімнен еш таймаймын. Сөзі бір бөлек, істеген ісі бір бөлек әлі. Қалайсың Райымбек? Жақсы. Таныстық қалай болып жатыр? Болып жатыр. Бүгін ортаға шығу керек, бірақ бүгін ортаға шықпаймыз. Мүмкін шығасың. Мүмкін шығамыз.